Баяғыда түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырғысы келді. Досым тырна, маған қонаққа кел деді. Тырна түлкіге қонаққа келді. Түлкі ботқа пісіріп, ботқаны тәрелкеге салып тырнаға берді. Тырна ұзын тұмсығымен тәрелкені тырыс-тырыс еткізді, бірақ ештеңе жей алмады. Ал түлкі рахаттанып ботқаны өзі жеп қойды. Сосын ренжіме тырна, менде басқа ештеңе жоқ деді. Рахмет түлкі, ерте маған қонаққа кел, деді тырна. Ертеңіне түлкі тырнаға қонаққа келді. Тырна көже пісіріпті. Көжені құмыраға құйып түлкіге берді. Бірақ түлкінің тұмсығы құмыраға сыймады. Түлкі ештеңе жей алмады. Ал тырна рахаттанып өзі көжені ішті. Түлкі досым, менде басқа ештеңе жоқ деді. Ештеңе айтпай түлкі кетіп қалды. Содан бастап түлкі мен тырна дос емес екен.